отырам. Мен асқазаным ауырады. Менде сахарный диабет. Енді неше жылдан бері мен давление өте. Мен январдан бастап, осы жыл басталғаннан бастап маған диагноз қойған. Менде үлкен шекте ісік бар деп, енді ұйқы безін ісіп кеткен, пәлен сантиметрге деп бәрін жазып берген. Мені онкологияға жіберген. Жылағым келеді. 3 жыл бұрын маған операция жасаған. Көзіме 2 рет жасады. Бірақ та менің көзім көрмей қалды да. Енді сахарды түсіру керек, бүйту керек, сөйту керек. Бірақ енді ол дәрілердің бәрімен менің көзім орнына келген жоқ. Екінші көзім ол енді тоже көрмей қалған. Бірақ енді мен енді бір көзімді сақтау керек деп бүкіл врачтарға, Құдайға бәріне жалынып, олар айтты, хрусталик қойып қоямыз, енді кішкене, бірақ сахарды түсіріп тұру керек деп. Давлениені де нету керек дегеннен кейін. Бірақ мен январ айында ауырып қалдым да, қатты менде приступ беріп, мен 3 ай 4 ай бойына вообще не жүре алмай, дірілдеп, қалшылдап, жаңағыдай қан өте қатты көтерілген кезде қандай да ем қонбайды да, қанша ішкен дәрі, қанша іштем жүрмейді да, бүкіл мынау жердің бәрі қышылдап, күйіп кетті да. Содан кейін солай жатып, содан кейін енді айтты, сізде онкологияға жақын тұрсыз, бірақ та енді ішіңіз, менде ішім тамақ ішпегендіктен, болыңызы 4 ай сол жаңа системада жатқандықтан, менде ішіме сарыс толып кеткен. Айтты, тесеміз, жаңа операция жасаймыз, сізде шлангымен бәрі жақсы болады, күшті болады деп. Бірақ менде кісілер айтты, апай, істетпеңіз, сіздің жасыңыз үлкен, уже 60-ға келесіз деп. Мен қыстамен жазда биыл енді 60-ға келдім. Сосын мен отказ жаздым, енді өлсем үйдің ішінде өлем деп. Шығатын кезде маған, онкологиядан кететін кезде маған бір әйел айтты, апай, сізге бір нәрсе жазып берейін. Мен айтым, сотканы нете алмаймын мен онша деп ем. Мен сізге суретке түсіріп берем, соны балаларыңызға ашқызып аласыз деп. Енді мен үйге келгеннен кейін, енді үйге алып келгеннен кейін маған балалар айтты, керек емес мама, ештеменде керегі жоқ, ішпеген батыңыз қалған жоқ. Бәлен 25 жылдан бері ішпеген дәріңіз, ішпеген жаңа детоксыңыз, ішпеген енді бармаған жеріңіз, енді баспаған тауым қалған жоқ та. Осы бауырды тазарту үшін, постоянно жылы ішті тазарту үшін, шектерді тазарту үшін, бәрі соның қырсығынан сіздің ауру болдыңыз деп. Соның немереме айтамын да, институт оқитын немерем бар, соған айтамын, сен маған ашып берші, аналар жоқты айтамын да, ашып берші, тиктокта деп айтқан, ол не нәрсе екен деп. Сосын ашып берді, әжемне қараңыз, ойына күшті екен деді, бүкіл кісілерді қарадым ғой. Осында отырған тиктоктан танимын да, апайлар деп айтып жатсыздар ғой, апайлар бәрін, бүкілін ақырын ашып, бәріне подписать етіп қарап отырам да. Содан Семей қаласынан кім Әсем шықты да, Әсем 2 күн тыңдадым, 3 күн тыңдадым, 1 күн айтады да, от осындай ауру, жировой гепатоз жазылған деп айтып жатырды. Жаңағы сосын барып, мен сол кісіге хабарластым. Ол кісі айтты, бір пачкасын салып жіберем. Мен енді шында да сенбедім, барлығымыз сенбейміз ғой. Бірден мынадай ауруға көмектесеме, мындай тяжелый жатқанда, қиналып жаным қиналып тұрғанда деп. Бірақ мен өкінбеймін. Бірақ бұл кісі айтты, бір нені капсуланы 3-ке бөлушіңіз деп. Содан кейін барып іше бастаған кезде маған біріншіде күш қуат бере бастады. Жаңа жарты капсуланың өзінде, бірақ мен дәрілерді маған постоянно система қойды. 4 ай болды системаны бірге алдым, бірақ осы електі 4 ай бірге ішкен кезде, сонда менің ішім августтың 15-інде мен мына жердегі тұрған бүкіл күйіп тұрған нелердің бәрі білмеймін да, қалай тоқтағанын білмеймін да. Содан жүріп үйдің ішіндегі адамдардың бәріне
айғайладым ғой, кәдімгідей айғайладым, жырладым. Мен неге басылып қалып деп. Сіздің үйде ағатайларым бар, ол кісі айтады да, енді, наверное, балаларды шақыртайын деп. Сосын балаларды шақырды, сосын айтады да, не болды мама сізге? Может, больницаға апарармыз қайтадан. Енді олардың бәрі ойлап тұрды, мен уже біттім деп тұрды. Қазақша енді солай ғой, бой жазатын. Сондайдан осындайдан өттім. Мына елепке мыңда бір рахмет, маған өмір берді. Рахмет, Мұржат апай.